Қарасай ауданымызда тағылымы мол, ақ жаулықты аруаналарымызға арналып бой көтерген Анаға құрмет музейінің ТМД елдерінде баламасы жоқ болып есептеледі. Жуырда осы орталықтың мәртебесі одан әрі өсіп, тағы бір дәрежеге ие болды. Менің қолымдағы Қазақстанның рекордтар кітабы. Бұл энциклопедия 1999 жылы жарық көріп, бүгінгі таңға дейін ең қызықты рекордтар тізімін халық назарына ұсынып келеді. Ал оның ең соңғы шығарылымына осы Анаға құрмет музейі де жарияланған еді. Бүгінгі күні музейде елімізге танымалы әйелдерге қатысты 500-ден астам құжаттар, картиналар, тұрмыстық бұйымдар жинақталған. Олардың арасында түрлі материалдардың түпнұсқалары да кездеседі. Оның бірі 14-15 ғасырдағы Ресей мемлекетіндегі Қазан баспасынан шыққан Құран кәрім кітабы болса, тағы бірі Әлия Молдағұлованың сұрапыл соғыс кезінде қолданған заттарын айтуға болады. Осы экспонаттарды өз қолымен жинақтаған Бақыт Шпекбаева тарихи орталықтың іргетасының қалануына ұйытқы болған. Идея авторы мұндай мұражайдың құрудағы негізгі оймен бөлісіп, бұйымдарды кімнен әрі қайдан алатындығына тоқталып өтті. Әлі де осы экспонаттарды жинап жатырмыз, ақырындап. Содан кейін 2014 жылы ашылған бұл музей, ал енді 2 жыл болды. 2016 жылы неге өкіметке берілді бұл музей. Содан кейін мына Анаға құрмет музейінің алдында Анаға деген мүсін тұрды. Соны баламен ұстап тұр, ана. Ал алдымен жалғызсырап тұрған сияқты болды. Қарап, ойлады, бұлай сонда, содан кейін ой келді. Мынандай бесік болса жанында деп. Онда бір ғана ауыл немесе ауданның емес, бүкіл Жетісу өңірі тұрғындарының өз ниетімен мұражайға келіп тапсырған бұйымдарын көріп тамашалауға болады. Сонымен қатар әйел адамның көркіне көрік беретін көне алқа әшекейлердің қаз қалпында сақталуы да баса назар аудартады. Жалпы құнды бұйымдар жиналған орталықтың жетістіктері жетерлік. Оған осы жылға дейін директор болған Бақытгүл Естемесова мен өзге музей қызметкерлерінің еңбегі зор. Тарихи құндылықпен Анаға деген құрметімізді айшықтайтын мұражайдың есігі келем деушілерге айқара ашық. Сюжетті дайындағандар бұрын орынбасар Дидар Мұхамадиев.